Апта басында қала әкімі Еркебұлан Баяхметовтың кезекті іс-сапары Шаңтөбе кентінде өтті. Алғашқы сапары Шаңтөбе энергокомплекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2020-2021 жылдарға жылыту маусымына дайындық барысымен танысудан басталды. Энергокешен цехтарының әзірлігі жөнінде серіктестік директоры Руслан Птуховтың берген мәліметіне сай, қазандық қондырғылардың дайындығы 63%, желілер мен қосалқы станция цехтарының әзірлігі 71%, ал сумен жабдықтау және кәріз цехтарының дайындығы 67%-ды құрайды. Дайындық жұмыстарын аяқтау мерзімі қыркүйектің алғашқы 10 күндігіне белгіленген. Степногорск қаласының әкімі Еркебұлан Баяхметов жылумен қамтушы жүйелерде жоспарланған жөндеу жұмыстарын мезгілінде тәмамдап, оның барысын сапалы түрде орындалуын тапсырды. По изоляции отрабатывать, надо приводить в порядок, надо все то, что подлежит замене по гарантийным обязательствам, чтобы работу обеспечили. Бүгінде жалғасып отырған жөндеу жұмыстарының барысында кабель шаруашылығында анықталған ақаулар жөнделіп ауыстырылуда және электр қондырғылары тексерілуде. Мұнымен қатар мердігер ұйымы Көкшетау 2015 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Октябрь және Филатова көшелерінің бойларындағы жылу жүйелерінің жаңартылуы қолға алынып, сумен жабдықтау және кәріз желілері орналасқан нысандарда жүйелі жұмыс жүзеге асырылғандығы баяндалды. Запланировано замене километр 350 распределительной тепловой сети диаметром 133, это по улице 65 октября, 420 метров по улице Филатова и 428 метров это ППУ труба диаметром 50, это идет до Вовска до домов. Заменой запорной арматуры, установкой мух. Кешен басшысының мәлімдеуінше әбден тозығы жеткен жылу жүйелері меншікті қаражат есебінен және қаржыны үнемдеу бағдарламасы шеңберінде кенттегі барлық көп қабатты тұрғын үйлерде есептеу құралдарын орнату шаруалары атқарылуда. Қала басшысы нысанда қалыптасып отырған жағдайдың мән-жайын анықтап, жылумен қамтамасыз ету бағытында айтарлықтай жұмыстар атқарылып отырғандығын тілге тиек етті. Первый проект, который здесь в сентябре такой более-менее серьезный по замене тепловой сети, 12 домов, это немало. В принципе, здесь мы понимаем, гарантированно здесь будет тепло, хорошая работа проводится. Айта кетер жай, бүгінгі таңда сумен жабдықтау жүйелерінің ахуалын зерттеу жұмыстарда қолға алынған. Еркебұлан Баяхметов барлық жөндеу жұмыстарынан кейін абаттандыру шараларын талапқа сай орындап, көше бойларын қоқыстардан тазарту мәселелерін назарға алу керектігін ескерді. Қала басшысы бағыт алған келесі мекеме Мерей балабақшасы болды. Коронавирустық пандемияға байланысты елде енгізілген шектеу шараларына қарамастан, балалар санының аздығына байланысты балабақша штаттық режимде жұмысын жалғастыруда. Бүгінгі таңда 3 кезекші топ жұмыс жасауда. Карантин алынғаннан кейін 4-5 топ ашу жоспарланған. Ағымдағы жылы балабақша аумағын абаттандыруға және шағын сәулет нысандарын көркейтуге бюджеттен 700 мың теңгеге жуық қаражат бөлінген. Қала әкімінің жұмыс сапары Горняк мәдениет үйінде аяқталды. Мекеме директоры Инна Бейгүл Еркебұлан Баяхметовпен бірге күрделі жөндеуді қажет ететін ғимаратты қарап шықты. Терезелер мен еденнің жабынын ауыстыру, шатырды жөндеу, сондай-ақ есіктерді жылыту және жөндеу мәселелері айтылды. Ал мәдениет ошағының жылыту маусымына дайындық шаралары жоспарға сай атқарылып отырса керек.